Мен аты-жөнім Жақынман Жанболат. Қытай Халық Республикасы, қазіргі Шинжаң өлкесі, нақтылап айтсақ, Шинжаң Уйғур автономиясы, Алтай аймағы. Алтай аймағында 7 аудан бар. Сол 7 қазақ аудандарының ішінде Шіңгіл дейтін аудан бар. Сол ауданда туылып өстім. Енді біздің Шіңгіл ауданын кішкене түсініктеме бере кетсем, Шіңгіл ауданы жалпы мынау Құрманбек дейтін мықты ақындардың мекені, қазақы салт дәстүрдің қаймағы сақталған мекен. Сондай қазақтың атажұртында туылып өстім. Атажұрт дейтін себебім, ол өлкеде Оспан батыр кезінде хандық құрған, жауды Оспан батыр сол Алтай жерінде Көктоғай, Шіңгіл дейтін өр Алтай аймақтарында мекендеген. 2017 жылы өзім әкем мынау Жетісу өлкесі Қазақстанда Үшарал дейтін қала бар, аудан. Сол ауданға бір кішкентай Ынтал дейтін ауылға мектепке кіргізіп тастады. Сол жылы мектепке мен 10 сыныпқа кірдім. Енді бірыңғай Қытайда қатты бір қазақшаны дәріптеп өткізбейді, сабақ бермейді. Содан мен 2017 жылы келдім. Нөлден бастадым, әліппеден бастадым. Жазудан өзін, сызудан өзінде. Сонда сол мектепте әдебиеттен беретін апай болды бізде. Осы керемет енді. Мені жақсы жетеледі жеке өзінде. Андай іс-шараға болсын, мүшәйраға болсын, жетелеп, қатыстырып, тәрбиелеп сөйтіп шықты. Ол енді әдебиеттен беретін болғаннан кейін, жалпы менің әдебиетке деген құштарлығымда, шығармашылыққа деген ынтамда, қызығушылығымда ең біріншіден сол кісі менің тұсауымды кесіп ашып берген болатын. 2017-2018 жылдардан бастап осы шығармашылыққа бет бұрдым. Енді ол жылдары 2018 жылы қателеспесем, бір Жамбыл Жабаевтың несі болды, туған күніне орай жас оқушылар несі болды, ақындар айтысы. Ақындар айтысы болып, соған біздің мектептің атынан мені қатыстырды. Ол жыл енді сахнаның бетін өзім алғаш көруім, қатты толқыдым. Бірақ бір жағы маған қатты қызық болды. Айтыс өнеріне деген бір беймәлім сондай бір сезімде болдым. Енді сол жылдары сондай алғашқы қадамды басқан кезде бірінші орынмен сыйландым. Құдайға шүкір, ол жолда жүлделі болып қайттым, бірақ дегенмен де кішкентай өкініштер бар арасында, жетіспеген жерлер де бар. Бірақ соның арқасында қазірге дейін мынау ұлттық өнерге болсын, өлеңге болсын, поэзия мысал үшін, соған қазіргі құштарлығым Құдайға шүкір бар. Соның арқасында журналистика мамандығын талдап, Қазақстанда еліме, жеріме дейтін бір үлесімді қоссам ба деп, сондай зор үлкен үмітпен келдім. Енді жат елде туылып, туған жерім басқа шетелде болса да, өз еліме қызмет еткенім мен үшін үлкен мақтаныш. Өйткені қазақта сөз бар ғой, өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде кеп ұлтан бол дейді. Сол сияқты өз елімде кеп ұлтан болып өлсем, менің арманым жоқ деп ойлаймын. Жалпы менде бір андай суырып салма ақындыққа әлі бір зор дайындалып, соған бет бұра қойғам жоқ, бірақ жазам. Арасында суырып салам. Енді бәрі шабытқа қарай ғой, білесіз өзіңіз. Шабыт деген дүние кейде бар, кейде жоқ. Енді сондай қазір. Бірақ енді алдағы уақытта үлкен беделді сахналарда өнер көрсететін болсам, мүмкін менің де болашағым жарқын болып қалар деген ойдам. Біз бірінші семестр кезінде желтоқсан 16-сы өзіміздің азаттық тәуелсіздік күні болды.
тәуелсіздік күнде бәріміз жан жақтан құттықтау жіберіп жаттық. Енді сол кездерде жазған бір ұлы өлкем дейтін өлең бар. Ұлы өлкем, нардай менің ұлт намысым жаңғырсын, ұлтын сүю азаматтық борышым. Тарихқа өңіліп біз бір қарасақ, қам мен терден жүрген әрбір жорығың. Қиындықтың көрсек тағы түр-түрін, қазақ елім жабылмасын түндігің. Алаштан қалған рух қайта жаңғырып, әр қазағым жалғызым десін бір-бірін. Алатаудың баурайында бұл өлкем, талай саңлақ бір туарлар түнеткен. Тәуелсіздігің биік болсын тұғырың, атамекенім, ұлы дала ұлы өлкем. Тәуелсіздігің жасай берсін мәңгілік, атамекен Қазақстан ұлы өлкем. Енді қысқа, бірақ қысқа болса да мағыналы, мазмұнды сондай деп ойлаймын енді өзім. Біз енді Қазақстан зайырлы мемлекет деп жатамыз ғой. Осы зайырлы мемлекетте бір табан тіреп тұру, адам болу, өзіңнің бір еңбегіңді жарату, ол бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан да кейін болашақта осы үкімет қабырғасында еліме тікелей қызмет етсем, үлкен недерден көрінсем, сахналардан көрінсем, өзімді қатты бір өнер адамдарымен байланыстырғым келмейді. Өйткені менің анам айтады, әр жол айтады маған: сен анау ойын той, неше сияқты аспаптармен жүріп, күнде той тойлап, сөйтіп жүр. Сен ертең күні бұзылып кетсең қайтесің дейді. Енді өйткені өнер адамдар енді түрлі ойын сауықта жүреді, анада жүреді, мынада жүреді, үйге қонбайды, мысалы үшін. Енді анамның қалауы бойынша мен бір аты бар, атағы бар жетістікке, болмаса бір орынға жетсем де, сол үшін мен үшін ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Ең үлкен жеңіс өмірдегі. Өмірімді солай мағыналы қылып өткізсем екен деген. Нақты бір болашақта журналист, болмаса бір ақын, жазушы боламын деп қазіргі таңда бір қатты бір айшықтап айта алмаймын. Бәрін уақыт көрсетеді.